Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай оқырмандар? Менің каналыма қош келіпсіздер. Менің кезекті видео рецептім бұл сметанник, ерекше жасалынған сметанник пирогі. Яғни күнделікті жасап жүрген сметанникке қарағанда дәмі мүлдем басқаша және де кішкене жасалу жолында өзгешелік бар сметанник пирогі. Міне байқасаңыздар, осындай дауыс шығады жеген кезде және кескен кезде. Міне себебі бұнда қаймақтың жанына меренга қосылады, сондықтан да осындай қышырлаған дауыс шығады, өте керемет, воздушный болып шығады. Яғни бұл воздушный сметанник. Мен сіздерге жасалу жолын көрсетемін. Бізге ең алдымен бөлме температурасындағы еріп тұрған сары май қажет, және де електен өткізіп ұн саламыз. Ұнның бетіне міндетті түрде ең бірінші қопсытқышымызды салып аламыз, 1 шай қасық. Ұнның барлығын бірденен осылай майдың бетіне саламыз, және де ингредиенттердің барлығын міндетті түрде описанияға қалдыратын боламын. Өте оңай жасалынады. Енді қолымыздың көмегімен осылай ұн мен майды жақсылап біріктіретін боламыз. Крошка пайда болуы керек. Міне ұн мен майымыз дайын. Енді сұйық массасын дайындаймыз. Шұңғылдау ыдысқа қант саламыз, және де салқын су. Енді 2 жұмыртқаның сарысын ғана аламыз. Ағын бөлек еш нәрсе араластырмай қойып қоямыз. Таза құрғақ ыдыста жұмыртқаны жару керек міндетті түрде. Белокқа мүлдем су тимеуі тиіс. Біз өйткені жақсылап белокты көпіртуіміз қажет. Міне осы 3 ингредиентті жақсылап қант кішкене ерігенше араластырып аламыз. Дайын болған массаны ұнның бетіне құйып, жақсылап жұмсақ қамырлейтін боламыз. Қолға жабыспайтын өте нәзік, жұмсақ қамыр шығады. Осылай жақсылап қолымыздың көмегімен қамырлейміз. Міне қамырымыз дайын, көріп отырғандарыңыздай өте жұмсақ, әдем болып шыққан, қолға мүлдем жабыспайды. Начинкасын дайындағанша салафанға салып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Начинкасында бізде 60 грамм қант керек, және де белогымыз керек, 2 жұмыртқаның ақ уызы, яғни мүлдем су, еш нәрсе тимеуі тиіс. Миксердің де венчиктері мүлдем су болмауы қажет. Өте құрғақ ыдыста жақсылап осылай араластыратын боламыз. 5 минут немесе 10 минутқа дейін араластыратын боламыз. Өте жақсы, өзін ұстап тұра алатындай масса пайда болуы керек. Міне осындай болғанға дейін араластырасыздар. Сіздердің миксерлеріңіздің жылдамдығына қарай қаншалықты араластыратындарыңыз. Осындай болған кезінде тоқтатып бір шетке қойып қоясыздар. Төңкерген кезде түспеу керек, мүлдем қимылдамау керек. Енді бізге 300 грамм қаймақ қажет, 20 немесе 20% сапалы қаймақ алыңыздар. Кез келген өздеріңізге ұнаған. Мен 3 желания сгущенкасын пайдаландым. Өте жақсы сгущенка, деп немесе осы 3 желания сгущенкасын пайдаланыңыздар. Өте қою, өте керемет, сапасы да жақсы. Осылай 1 ас қасық үйіліп салынған бидай ұны немесе крахмал, кукурузды крахмал қоссаңыздар да болады. Осыларды жақсылап, біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай қолымызбен, қасықпен араластырамыз. Немесе венчиктің көмегімен де араластырсаңыздар болады, өздеріңіздің ыңғайларына қарайсыздар. Дайын болған массаларды енді біріктіреміз. Қаймақты массамызды белокқа осылай саламыз. Алды астына қарай осылай жаймен араластырамыз. Бұл кезде венчик қозғап қажеті жоқ. Осылай лопатканың, қасықтың көмегімен осылай араластырып саламыз. 3 бөлікке бөліп салдым мен осылай, меренга басылып қалмасын деп. Пештеріңіз осы кезде 160 градуста қызып тұра берсін. Қатты қозғап қажеті жоқ, осылай асты үстіне келтіріп қозғасаңыздар жеткілікті. Себебі меренга басылып қалмауы тиіс. Міне массамыз дайын. Тоңазытқыштан қамырымызды алып формаға жаятын боламыз. Менде форманың диаметрі 24 см. Өздеріңіз қалаған кез келген 24 сантиметрлік формаға жасай берсеңіздер болады. Бұл қамыр жабыспайды, піскеннен кейін суытсаңыздар оңай түсетін болады кез келген формадан. Міне осылай жақсылап жайып шығамыз. Бортиктерін барлығы бірдей болса болғаны өте әдемі көрінеді кесілген кезде. Ең соңында осылай астын шанышқының көмегімен осылай тесіп шығу керек.
Енді начинкамызды осы формаға саламыз. Бұл негізінде 24 сантиметрға арналған ингредиенттер. Егер үлкен жасайтын болсаңыздар, 2-ге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Бетін кішкене лопатканың көмегімен тегістеп жіберемін. 160 градуста қызып тұрған пеште, асты үсті бірдей қызатын пеште 30 минуттың ішінде пісіп қалады. Беті негізінде жарылмауы тиіс. Одан артық градус көбейтетін болсаңыздар, беті жарылып кетуі мүмкін. Міне, менде пісіп шықты. Піскеннен кейін де 4 сағаттай суыды. Міне, бетім мүлдем жарылмаған, байқап отырғандарыңыздай. Және де қатты да сарғайып, күйіп кетпеген, тез піседі. Өте нәзік кесіліп жатыр. Даусының өзін байқаған шығарсыздар, естіледі, қышырлап бір дауыстың шыққаны кескен кезде. Сол дәмімен, сол бір қышырлап жеген кезде де бір бөлек дәм болады бұл сметанниктен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің видео рецепттерім ұнаса, міндетті түрде қазақша контентті қолдау үшін лайк басып пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Және де менің видео рецепттерімді жоғалтып алмас үшін маған тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.